Сәлем құрметті таразы белгісі. Бұл сіздің 2025 жылдың маусым, яғни жаздың бірінші айына арналған толық жылды жорамал. Жалпы айтатын болсақ, маусым айы таразылар үшін пайда мен дамудың айы болады. Бұл айда Венера сіздің 8-ші үйге кіреді. Ол ақша, табыс, эмоциялық байлық. Юпитер мен Меркурий карьера мен сіздің статусты өрлетеді. Бұл айда болатын толық ай мен жаңа ай. Толық ай 11 маусымда 3-ші үйде, ал жаңа ай 25 маусымда сіздің 10-ші үйде орын алады. Қазір оның барлығын толық не деген, қандай нәрселер, қандай жоспарлар жасауға болады, немесе қандай құбылыстар әкеліп тұрғаны туралы айтамыз. Әрбір күнге тоқталатын болсақ, 5-ші маусым айдың басында Меркурий мен ай түйіндерінің аспектісі болады. Бұл күн наурыздағы шешімдер мен болашақ алда келе жатырған қыркүйек, яғни күзде болатын оқиғалар арасындағы байланыс нүктесі деп айтуға болады. Бұл кезеңде сапарлар, көшу, құжаттарды рәсімдеу, жақын адамдармен жоспар жасау барлығы маңызды болады. Күні бұрын қабылдаған шешімдер болашақ нәтижеге әсер етеді. 6 маусымда Венера планетасы торпақ белгісіне өтеді, ал таразылар үшін бұл сіздің 8-ші үйде болады, 8-ші астрологиялық үйде. Бұл ортақ қаржы, сыйлықтар күтпеген, стипендия, әлеуметтік төлемдер, салық немесе сақтандыру тақырыптары көтеріледі. Қаржылық жеңілдіктер мен пассивті табыстар кезеңі. Мүліктік мәселелер оң жағынан шешіле бастайды. 8-ші маусымда Меркурий планетасы шаян белгісіне өтеді, ал таразылар үшін бұл сіздің 10-ші үйде орын алатын құбылыс. Ал 9-ші маусымда Юпитер планетасы да сол үйге кіреді, және сол үйде 1 жыл бойына болады. Ол нағыл деген сөз. Юпитер бізде өте жомарт планета, барлығын кеңейтетін планета. Сондықтан сіздің жұмыста, карьера, сіздің статусыңыз өсетін болады, үлкейетін болады, немесе жеке кәсіпте өте жақсы өсесіз, кеңейесіз. Егер де жеке кәсіпкерлер, мысалы, дүкен болсын, қандай да бір бизнес болсын, франшиза болсын, егер де бір нүктеңіз болса, бір жерде жұмыс жасаған болсаңыз, қазір Юпитер сіздің 10-ші үйге кірген кезде сіз соншалық өсесіз, басқа қалада, басқа тағы да бір облыста болсын, яғни көптеген жаңағы өзіңіздің компанияңызды өркейтіп, өсіріп, басқа да жерлерден ашыла аласыз. Сонымен қатар қызметте көтерілуіңіз мүмкін, егер де қызметкер болып жұмыс жасайтын болсаңыз, бизнес кәсіппен айналыспасаңыз, мүмкін сіз бірінші рет ойлап жатырған шығарсыз жеке бизнес бастау туралы. Өте жақсы уақыт қазір. Үлкен сатып алулар болуы мүмкін, үй ішіне болсын, үлкен бір дүнияны, немесе үйлену де болуы мүмкін бұл уақытта. Себебі 10-ші үй ол біздің статус тек қана жұмыспен байланысты емес, ол жеке статусымыздың өзгеруі. Яғни бойдақ болсаңыз, мүмкін үйленуге шешім қабылдайсыз. Және сонымен қатар заңды мәртебе немесе рұқсат алуыңыз мүмкін. Егер де жаңағы мемлекеттік органдардан қандай да бір қағаз, лицензия болсын, сертификат болсын, мүмкін жұмысыңызға болсын, немесе өзіңіздің мәртебеңізге керек нәрсе болса, қазір соның бәрі сіз үшін оң жағынан шешіле алады. 11-ші маусымда толық ай мерген белгісінде өтеді. Таразылар үшін бұл сіздің 3-ші астро үйіңізде орын алатын құбылыс. Бұл нағыл деген сөз. 11-ші маусымда ескі жұмыстар, шаруалар, ескі бір істер жабылады. Көлік, техника, байланыс құралдарын жаңартасыз. Яғни жаңартасыз дегенде жаңасын сатып алуға болады, немесе ремонт жасауға болады, жөндеу жұмыстарын егер де қандай да болса, немесе жолға шығу, құжат алу, достармен ұзақ талқыланған мәселелер болса, солар қазір оңай шешіледі. 14-ші маусымда Венера мен Лилиттің қарсы тұруы болады бір-біріне аспанда. Бұл қаржы тақырыбында, яғни ақшаға байланысты мәселелерде эмоцияға берілмеу керек деген сөз. Себебі Лилит бізде кішкене күмән тудыратын аспандағы объект деп айтуға болады. Ал Венера ол махаббатпен қатар, сонымен қатар ақшаға да
байланысы бар планета. Сондықтан бұл кезде қарым-қатынаста да, қаржыда да, осы екі сферада эмоцияға берілмеген дұрыс. Әсіресе ақшаға байланысты, қаржыға байланысты шығындар, инвестициялар, құндылықтарға қатысты алдау және иллюзиялар болуы мүмкін. Сондықтан алдау мен иллюзиялардан аулақ болған дұрыс. Не тым сараң, не тым ысырапшыл болмаған да дұрыс. Бұл уақытта жаңағыдай әртүрлі, мысалы алдап салу деген сияқты, мүмкін біреулер келіп сіздерге бір ақша табудың қызықты бірақ біртүрлі дұрыс емес жолдарын көрсетеді, немесе айтады бір жерге ақша салу керек деген сияқты, сондай нәрселердің бәріне мән беру керек. 15 маусымда екі кішкене қиын аспект болады: Уран мен Марстың қосылуы және Юпитер мен Сатурн планетасының арасындағы аспект. Бұл көбіне сыртқы оқиғалардың қысымы сезілетін күн. Яғни жеке сіздің өміріңіз емес, жеке былай, яғни жалпы қоғамда болып жатырған нәрселер, жаңалықтар, әлемдік жаңалықтар мазасыздандыруы мүмкін сізді. Сіз өз жоспарыңызды өзгертуге мәжбүр боласыз басқа бір нәрселер үшін. Бірақ бұндай нәрселердің бәріне сабырмен қараған жөн. Мүмкін ауа райы үшін, мысалы сіздің самолетіңіз ұшпай қалды, немесе бір басқа мемлекетте болып жатырған қандай да бір саяси режим үшін, ол сіздің жеке мүмкін қандай да бір жоспарларыңызға зияны тиеді деп айтайық. Ондай болғанмен де, яғни бұл жерде жеке сіздің қолыңыздағы емес, сыртқы бір оқиғалар, солардың сізге қандай да бір қысымы болуы мүмкін. Бірақ егер де сіз өзіңіздің жағыңыздан сабырлық көрсететін болсаңыз, сіз үшін соңында барлығы оң жағынан шешіледі. Сондықтан тек сабыр бұл күндері. 15 маусым. Келесі 17 маусымда Марс Бикеш планетасына, Бикеш белгісіне өтеді. Таразылар үшін бұл құбылыс сіздің 12-ші астро үйде орын алады. Марс ол бізде энергия, әрекет, күштің планетасы, ал 12-ші үй ол көлеңкелі аймақ деуге болады. Көп зерттелмеген үй негізі 12-ші үй астрологияда. Бұл кезде, бұл уақыт дайындық, денсаулық, тыныш еңбек ету, іштей өзіңізбен жұмыс жасау кезеңі деп айтуға болады. Бұл кезде шипажайға бару, массаж алу, медитация жасау, йога жасау, дұға оқу бар. Осындай нәрселердің бәріне өте қолайлы уақыт. Бұрын байқалмаған денсаулық мәселесін шешуге мүмкіндіктер туады. Сонымен қатар 19 маусымда Юпитер мен Нептун арасында шиеленіс болады. Бұл сенім мен идеалға күмән келтіру күні. Дүние таным дағдарысы болуы мүмкін. Бірақ бұл сіздің жеке өміріңізге емес, әлемдегі жағдайларға қатысты сезім. Бұндай уақытта айтарым, көп жаңалықтар қарамаған дұрыс. Яғни жаңалықтар дегенде, мына қазір адамдар мысалы таңертеңнен кешке қазір қолына телефон алып, қандай да бір қысқаша контентпен, әртүрлі керек емес нәрселермен бастарын толтыру мүмкін, иә. Сондықтан бұл кезде кейбір эмпат адамдар, қатты сезімтал адамдар, соның барлығын жүректеріне қатты қабылдауы мүмкін. Сондықтан бұл кезде кішкене бұндай медиа қоқыс деп айтайық, иә, медиа қоқысты қысқартқан жөн 19 маусымда. Себебі әлемде болып жатқан жағдайларға сіз қатты сезімдер туындауы мүмкін сізде. 21 маусымда күн планетасы Шаян белгісіне өтеді. Бұл барлық белгілер үшін энергетикалық тұрғыдан өте күшті кезең. Желтоқсанда ойда алған жобаларды іске асыру мүмкіндіктер туады бұл кезде. Яғни осыдан жарты жыл бұрын қандай да бір жоспарлар болған болса, ол кезде іске асыра алмаған, қазір оның бәрі орнынан қозғала бастайды. Сонымен қатар карьера мен мақсаттар нақты айқындала түседі. 24 маусымда күн мен Юпитердің қосылуы таразылар үшін 10-шы астро үйде бұл құбылыс болады. Бұл жылдық табыстар циклының басталатын кезеңі.
Бұл күні 24 маусымда той, неке, келісім, жаңа бастамаларға жақсы күн, ірі нәрселер, дүния сатып алуға жақсы күн, заңды тіркеу жасауға жақсы күн, өз бизнесіңізді жариялайсыз ба, әлде маркетинг бастап жүргізетін боласыз ба? Сондай-ақ өз беделіңізді арттыру мүмкіндіктері көп туады. 25 маусымда жаңа ай шаян белгісінде туады. Таразылар үшін бұл сіздің 10-шы астроүйде өтеді. Жаңа ай әрине жаңа циклдың басталуы. Сондықтан жаңа жұмыс іздеп жүрген адамдар болса, жоғарғы қызметке өткіңіз келіп жүрсе, құжат жинап жатсаңыз бір жерге тапсыруға, мәртебеңізді алу, жауапкершілігі жоғары жаңа рөл қабылдай аласыз. Әрине, ақша да өскесін, жауапкершілік те өсе бастайды. Сондай-ақ отбасы өмірінде өзгерістер болуы мүмкін бұл кезде, ата-анамен ортақ істер болуы мүмкін. 28 маусымда Меркурий планетасы Арыстан белгісінде өтеді. Таразылар үшін бұл сіздің 11-ші астроүйде болатын құбылыс. 28 маусымда бұл жаңа клиенттер мен оқырмандар пайда болады, егер де сізге қатысы болса бұның, яғни кәсіпкер болсаңыз, немесе сізде бір жаңағы әлеуметтік желіде парақшаңыз болса, оқырмандарыңыз арта түседі саны. Топпен жұмыс жасау жақсы уақыт, жарнама жасауға, жаңағыдай желілік маркетинг, яғни сетевой деп айтады ғой, сетевой маркетинг, сондай желілік маркетингпен айналысатын жандар болса, соларға қазір көптеген клиенттер болуы мүмкін. Себебі 11-ші үй бізде жаңағы достар, интернет, қоғам, жаңа адамдар, клиент, сондай нәрселерге байланысты. Сонымен қатар бұл кезде 28 маусымда интуицияңыз адамдарды дәл тануға көмектеседі. Соған мән беріңіз. Жалпы айтатын болсақ, маусым айында 3 турбулентті күн бар. Байқас болатын, ол 11-ші маусым, 18-ші маусым және 25-ші маусым күндері. Бұл күндері нақты жоспармен іс бастаудың керегі жоқ, импульсивті идеялармен әрекет етудің керегі жоқ. Кішкене байқас болу керек, және өзіңіз үшін өзіңізді сырттай бақылап, кейде бірақ бұл уақытта сонымен қатар тек қана логикаға ғана сенбей, өзіңіздің жүрегіңізді тыңдап шешімдер жасау әлде қайда сіз үшін тиімді болуы мүмкін. Кейде айтамыз ғой, логикалық жақтан шешім қабылдау керек деп, бірақ дәл осы күндері, турбулентті күндері жүректі тыңдаған дұрыс. Қорытындылайтын болсақ, маусым айы таразылар үшін көбіне жаңағы қаржы сұрақтар көп болады, көріп тұрсыз. Карьерада өсу, жұмыс орнында жаңағы жалақы мен жауапкершіліктің өсуі. Ішкі жаңағы түсінік, яғни өзіңізді жақсы түсіне білу, және жаңа мәртебе немесе жаңа беделге, жаңа рөлге жету кезеңі. Көптен күткен жетістіктерге жетуге әрине бұл тамаша уақыт. Құрметті таразылар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Маусым, жаздың 1-ші айы сіз үшін сәтті өтсін. Тағы да кездескенше арнаға жазылыңыз, сау болыңыз.